Алдымызда белгілі бір өзгерістерге ұшырайтын заттардың 3 түрлі бейнесі тұр. Бұл видеода біз заттарды физикалық және химиялық құбылысқа жіктейтін боламыз. Физикалық құбылыс кезінде заттың нақты құрамында өзгеріс болмайды, ал химиялық құбылыс кезінде заттың құрамында өзгеріс болады, яғни бір заттан екінші бір зат пайда болады. Алдымен видеоны тоқтатыңыз, алдымыздағы суреттерден мұздың қалай еріп жатқанын, пропанның жанып жатқанын және темірді тот басқанын көріп тұрсыз. Бұл құбылыстардың қайсысы физикалық, қайсысы химиялық және неге олай жіктелетінін ойлап көріңіз. Жақсы, алдымен мұздың еріп су күйіне ауысуы туралы ойланайық. Біз мұздың су күйіне ауысуын химия тілінде қатты формадан сұйық формаға ауысатын H2O ретінде жаза аламыз. Сонда H2O қатты күйде ауысты H2O сұйық күйге. Мұз су күйіне ауысқанымен оның құрамы өзгерген жоқ, яғни қатты күйде де сұйық күйде де ол бір оттек пен оған байланысқан екі сутек атомынан тұрады. Демек, бұл физикалық құбылыс. Егер біз осы суды жылытып бастасақ, ол булана бастайтын болады. Бұл да физикалық құбылыс. Бұл жерде оттегі мен сутегі арасында коваленттік байланыс бар. Және ол байланыс бұзылып, басқа бір жаңа байланыс түзіліп жатқан жоқ. Сонымен мұздың суға ауысуы да, судың буға немесе сұйықтықтан газға ауысуы да физикалық құбылыс болады. Молекуладағы молекула аралық күштер жеңіп, химиялық байланыстар пайда болса, немесе бұзылса, заттың құрамы өзгереді. Бұл кезде химиялық құбылыс орын алады. Енді пропанға назар аударайық. Егер біз мұнда химиялық реакция жазатын болсақ, бұл газ түріндегі пропан С3H8 болар еді. Тұтану үшін оған оттегі қажет. Пропанның әрбір молі үшін газ түрінде молекулалық оттегінің 5 молі әрекеттесуі қажет. Содан кейін әрбір моль пропан мен 5 моль молекулалық оттегі жанған кезде 3 моль көмір қышқыл газын және 4 моль суды бу түрінде шығарады. Міне бұл жерде молекулалардағы байланыстар бұзылып, содан кейін жаңа зат түрінде ол байланыстар қайта пайда болды. Сондықтан мұнда физикалық құбылыс қана емес, химиялық құбылыс та орын алды. Байқасақ, бізде реакцияға дейін пропан С3H8 болды. Реакциядан кейін бізде пропан жоқ. Бұл өте ыстық газ, ыстық ауа. Онда көмір қышқыл газы және су буы болады. Оның соншалықты ыстық болуының себебі бұл реакция жүрген кезде көп энергия пайда болады. Демек, бұл химиялық құбылыс. Енді осы темірді қарайық. Темір тоттанып жатыр. Егер химиялық реакция ретінде жазсақ, қатты күйдегі әр 4 моль темірге газ күйіндегі 3 моль оттегі реакцияға түсіп жатыр. Нәтижесінде 2 моль темір оксидін аламыз. Яғни темірдің тоттануын осы реакциямен көрсете аламыз. Және бұл темірдің айналасындағы оттегі болар еді. Реакция нәтижесінде бізде қатты зат күйіндегі 2 темір оксиді пайда болады, және біз оны қызғылт сары түсте көреміз. Сонымен бұл реакция осы темір оксидін түзді, яғни жаңа иондық байланыс түзілді. Реакциядан өту үшін біз қатты темірдегі металдық байланысты және молекулалық оттегідегі коваленттік байланысты үзуіміз керек болды. Бізде осы химиялық байланыстар үзіліп, жаңа зат пайда болды. Яғни бұл жерде химиялық құбылыс орын алды. Енді сіздерге қызықты сұрақ қояйын. Натрий хлориді немесе ас тұзын еріту физикалық құбылыс па, әлде химиялық құбылыс па? Бізде натрий хлориді қатты күйде болады
және оны суға салған кезде біз натрий хлоридін су түрінде аламыз. Натрий хлориді қатты күйде осындай тор құрайтынын білеміз, өйткені натрий хлоридінде иондық байланыс бар. Хлор электрондарды алады, хлоридке айналады, теріс болады. Натрий электрондарды жоғалтып, оң ионға айналады. Сондықтан олар бір-біріне тартылады. Содан кейін қатты күйде болған кезде осы үш өлшемді торлы құрылымды құра алады. Бірақ біз оны суда ерткен кезде иондар ыдырайды. Осылайша иондық байланыстың өзі бұзылады. Сонда біз жазаламыз, натрий хлориді қатты күйде еді. Біз оны еріткенде иондар ыдырайды. Ал бұған кері үдерісті, яғни суда натрий хлоридін бөліп алуды ойланып көрейік. Мен алдында Арал теңізінде болдым. Өздеріңізге белгілі Арал суының тұздылығы жоғары. Мен Арал теңізінің суын алып, осы кері үдерісті жасап көрдім, яғни Арал теңізі суынан тұзды бөліп алдым. Ол үшін мен суды буландырдым. Осы кезде су буланып ұшып кетеді де, ал тұз қалып қалады. Тұздағы иондық байланыс қайта қалпына келеді. Сонда біз натрий хлоридін суда еріткенде және керісінше буландырғанда физикалық құбылыс орын алып тұр. Біз суда еріткенде натрий мен хлоридтің арасында иондық байланысты үздік. Және буландырғанда екеуінің арасындағы үзілген иондық байланысты қайта орнаттық. Яғни, натрий хлоридін суда еріту бұл физикалық және химиялық құбылысқа да жатады деп айта аламыз.